Ана кездесу жайларын айтып жатырмыз ғой, бұдан кейінгі бұйрық болған күні кездесерміз. Мұқағали Мақатаевтың ешкім енді жасыруға болмайтын сөздері бар ғой. Бірімен келместің кемесіне, бірі күтіп жағада, әнекей жағада тұр деп. Келместің кемесіне мініп кетті алтауымыз. Енді өмірдің заңы ғой, шындығы біздің де арт жағымызға қарағанда алдымыз жақындау, кемені күтіп жүрміз. Осы кішкентай ғана қалған ғұмырымызда тату тәтті болайық. Кластас ағайыннан да жақын. Жақсы күніміз болады, жаман күніміз болады. Мүмкіндігі болғанша бір-бірімізге қатынасып тұрайық. Енді өздеріңе тілейтінім, немере, шөбере болып жатыр. Алла үлкен ата әжелік осы бала шағаның алдында соларға бір абыройлы аташал болып жүру ғой біздің мақсат. Балдарымыздың жамандығын көрмейік, тек жақсы күндерде кездесейік. Жаңағы сөзіңізді айтып жатқаным ғой, неменеге жестің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр. Айтсың да басылмас құлауыңда, айқайыңда басылмас жылауыңда, ағайын араздасып кетер еді-ау, бір қария болмаса бір ауылда. Бас етін ұлықта, сен өніңді жылықта, сыйла үлкенді тырыспай, сылтау іздемей сыныққа, өзің де осындай боласың, осы жағын ұмытпа. Қариясын сыйлаған елде қасиет бар, қариясы бар елде өсиет бар. Жаңа Кенжебай ағамызды есепші деді ғой, керемет айтқан. Бір шатырдың астында дейді, 10 жыл оқыдық дейді. 5 жыл, 50 жылда? Оны үйтіп айтқан жоқ, 50 жылда деген жоқсыз. 5 рет қалай ектіңіз? 5 рет 10 жыл. 5 рет 10 жыл. Әр салада, әр қалада жүрдік дейді. Қошемет бар ма? Қандай әдемі жетістік? Рахмет. Жаңа айтып жатсыз ғой аға. Берейін ба? Кетіппін да. Енді ол кезде 9-10-да оқып жүрген кездер ғой. Осы қанымшамен үйленсем деп, сол кездері 50 жылдан кейін кездесіп жанымда тұрса деп едім. Бүгін арманым орындалды, жартылай. Әлі аға, ерте тауға шығасыздар, мүмкіндік бар. Рахмет. Иә, рахмет аға. Қандай керемет, құрдастың құдайы бір дейді. Мың күнгі сіз бізден, бір күнгі шыжып жардық. Базарда 1000 адам бар, сүйгеніне сәлем береді дейді. Бір билеп жүрмедіңіздер ма? Бұнда шанс келе бермейді, бұл жынды шанс ғой. Көрейік, бір бей болсын. Кенжебай аға, Қанымша ханым. Біз қайдерскілер отырайық. Жайғасыңыздар. Енді бір тостан кейін байыс береміз. Ол арман Gezegen armağan tarzında der tartışma der. Şeyini açtım mı üşüdüm.
Sen aytama, hadi mun aytama. Bu kuzucum ayta verelim. Koktan mı kalan bizim üzerinde? Başka mı kaldı? Рахмет аға. Bu düşen getir, terüşen var. 80 amdıra versen amınsan. 45 var. Құрметті қонақтар, Hoş geldin. жақсылармен жасаңдар. Әр елдің салты басқа иті қасқа бізде енді. Бұл әр жерде де солай. Кішкене музыканы сағап. Ондан кейін әлі басып қоямыз. Ол жағын. Егер билеймін десеңіздер, ішке музыка қойып береміз, ішке барып билейміз. Hoş ver. Тос беремін. Соны енді. Аха. Тос тоқтамайды. Оған енді бізде әр жерде де солай көршілер көнбейді. Бірақ ішке көбі билеймін десеңіз, ішке қойып береміз. Бағанағы залға ше. Ол енді барлық жерде де солай. Тек қана бұл жер ғана емес. Біз осы 25 майдан бастап, осы 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдықта келе жатырмыз. Сағат ондан кейін, қай жерде болса да, көршілер бар, үй артында кісі бар дегенде үй менікі демеңіз. Сондықтан енді. Бәлем көрші бар ғой, қайсы біріне барамыз ол. Иә, фи. Аха. Сол ғой енді, қазір. Иә. Енді ол. Benim ne bir balkındayım. Var, ikinci bir ayakkabı, bir ayakkabı çıkıyor. Hani şöyle bir yol Бір үйдің еркесі едік, есейдік. Бір мектептен білім алдық, төселдік. Арман қуып кеттік біздер, жан-жақа семья құрдық. Бала-шаға, бақпаққа. Бір класста біз 31 баламыз. Достығымыз суымайды, жалғасады арамыз. Марқым болған 6 қызды қашанда ұмытпаймыз, есте сақтап қаламыз. Құтты болсын 50 жылдық тойымыз, орындалсын армандаған ойымыз. Енді міне бұтақ жайдық, бәріміз немеремен шөберенің қызығында көріңіз. Кім жазды? Хадиша. Кекс, ортаға. Ерназар. Отырып сөйлейсіз ба? Ортаға келсең кішкене. Мынаның жазығы 30 жыл анау несін шығардық та. Соның басына жазылған сөз бар. Соның басына 50 жылдықтың ролигін шығардық. Класстастардың кішкентай кезіндегі студент кездер, қазіргі қызметтегі, қазіргі осы кездегі бейнесін суреттерін жіберді. Соның алдына жазылған... Слайд жасап бердіңіздер? Ролик жасадым. Соның алдына жазылған өлең еді бұл 3 қатарда. Сосын класс жаңағы марқұм болған қыздарға да мен көбісі оқи жаздым, оқи алмадым. Кім бұғаны бір-бірі білмей жатыр. Мынау қосылып тұр ма? Кім білмей жатыр да. Жоқ, айып жоқ. Одан кейін 6 қызымыз бақилық болды, оларға өз алдына бөлек жасадық. Суреттерін қойып, оларда жас кеткен екен. Цветной суреттері жоқ, черный белый, қара суреттер екен. Асылдарым арман туған жас шағында, достарынан айырылып дос қасқарында. Нұрсұлу Патима, Кенжегүл мен Жұмагүл Гүлжахия Айшадан да ортамызда жоқ қойылған жақсыларым. Деді бұндайсынан құтылғанын, жандарды бақи болған ұмытпаймыз, тапсырған бір Аллаға тағдырларын деп жазғанмын. Тапсырған тағдыр деген қазір өмірімізде келсе, негіз рухым деп жазуға мен ойым келмеді.
осылай жазған едім мақи болған қыздарымызға. Енді мен не айтайын? Мен сосын енді айып өткенде класстарға енді критикаға и өмір есебінде ол сөз білген кезде бір жастық кездегі қылықтары есіме түсті. Әшейінде жазатын өлең шумақтар ғой жаза салайын дедім де бастап кеттім. Содан жазып кеттім бәрін естіп, оны кейін өзің оқып бере бересің, иә? Сонда мен Қалбекеге деймін, мен өзіме шығара алмайды екенмін дейді да. Сен шығарсай, өзіме шығара алмаймын деймін да. Осы жігіттің ішінде біреуі шығармаған ғой маған. Мен шығарғанмын айтайын. Айтасың ғой. Өзім айтасың. Оңашадай. Ойлап жүргенде айтады да. Ойнап жүргенде айтады. Ойнап жүргенде жарайды, мен кетті. Әйтеуір жазып жатырмын да, бәріне дедім да, жазайын өзіме дедім, Қалбек, қайтейін еді. Мен де бір неғып көзім түкімді. Қалбекке жаздың ба? Қалбекке де жаздың ба? Оны кейін айтасың ба? Бар. Бәріне класстастардың, бәріне класстастардың, Мен даусым жақсы. Жақсы шығып мен даусым қатты. Жақсы шығып айта берші. Бәріне жаздың болса да әрқайсысына Әр класстастардың бәрін критикалап өмірімен жазған. Жастықтарыңды, қылықтарыңды жазған. Ол достық әзіл дейді ғой. жоқ. Түсінейін де жаңа Мен бердім ана балаға бағана жібердім ана. Қазір айтып бағана Енді не айтайын деп жатсың? қазір айтамын. Шақырып критикаға айтқан әрқайсысын мен шақырып, содан кейін барып кім табады? Ешқайсыз рухай бала жөнінде айтып табады. Сол кезде барып сен Орманова Қанша, Күлчімұрзағали деп шақырасың деп айтқан. Саған арнаған өлеңді соған Апталына жазып қойғанда солар. Айта берсең. Қазіргі айтатыны Қасым Аманжолов сияқты өзім туралы. Мен білдім. Өзім емес, өзім айтам. Өз жайым. Байқауларда анандай мейірге жазатын соны айтады. Бұл айтылған. Хадиша Ерниязқызымыз менің кетесі кіші жүздің шыққан терім. Білім берген есейткен, не берген деп. Ешқайсан ұмытпаймын өз білгенде. Біздің Тамдыда енді мен осы кісілермен бірге Қызылорда совхозында бірге туып өскен жігіттер қыздармада. Мен оқып жүріп, Бұқарада оқып жүріп, Тамдыда тұрмысқа шығып кеттім. Сол Тамдыда Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Өмірзақ Қожамұрат деген кісі бар, ақын жазушы, марқұм болып кетті. Сол кісі айтқан екен, маған Мекке, Мәдине, Венеция, Парижде туған жердің құмындай ыстық емес әрине. Сол қызылдың құмында, әмірдің суында шомылып қызылдың құмына кешіп өткен мына жастар осы отырғандар. Енді сіздер оның құмды білесіздер ғой, қызылдар. Тапсыңдар қызыл құмда өскендер. О, иә, қызыларда ана ыстық құмды басып, гәрәли көстеріп, кеурек жеп жүрген осылар өткен. Кеурек деген оказывается құрғылақ қылмайды дейді, авитаминоз медицина. Сондай соны жеген өскен жігіттеріне біз қандай марағасқа жігіттің сұлтандары мінекей осылар. Сөйтіп, мен қолықта қоймайсың берейін, мәтті сонша құлақтағы Осы өнер адамы ғой кішкене. Ұстаз. Мен едім деп, ана өзің жаздым дейді, бірден келді осындай цитаталарда. Махамбет ашуланып айтады, Мен нарында жүргенде, еңіреп жүрген ер едім деп. Қытайдың борында екі тарлан бар едім. Сол келді, Шабыт, әр кезде әр қалай келеді. Қалбек жыным келді да, қанша өлеңді жіберіп жатырмын, жазсайшы маған. Хадиша, жындысың ба? Көке, маған айтпадыңыз, сіздің атыңызда мен жазып жіберетін бұл. Мен едім ай, мен Балғашта жүргенде, мен кімдерден кемедім, үйлі барам болғары, елдермен мен де теңелдім, дәрігер болып 40 жыл қалпымды мен де емдедім, көре алмаған дұшпанды тәубесіне келтіріп, жөнге салып теңедім. Қолын созған достарды жанымдай жақсы көремін. Қиналып қалған жандарға пайданың тесін дегенмін. Жақсыларға жайсаңмын, жамандарға қайсармын. Жамандаса біреулі онда құбаламын деп қойғанмын. Деп сөзімнің артында ешкімде менің өкпем жоқ.
өзгеге есем кеткен көп, жеткізбей жүрсе біреулер маған жеткен жоқ деп тұрдым. Бұл сөзді бәріңде де бар, бәріңде басында біреулер жетсе, біреулер саған сенімге жеткен жоқ. Біреулер жетсе. Бұл мына төрт жұмақ да жаңағы өмірзақ Қожамбаевтың несінен алынған, бірақ өзінде бағышталып жазылған. Ал мен енді айтсам, мен Алиша Орынбасарова Ерниязқызы кіші жүз кетесі боламын. Түскен жерім Қыпшақ, Тамды районында Набай облысының Сарапшан қаласынан келдік 95 жылы осы Приозерск. Одан бұрынғы өмірім осы кісілердің бәрінің көз алдында. Күкірті деген ауылда кімдік қанымыз таныған. Күкірті бар ма? Қызарбат бар ма? Қызарбатта келіп оққанымыз ғой? Аңдарияның жағасында шомыламыз өмірдің суына, каналына, арнасына шомыламыз. Осылардың бәрі мыналар келіп жүзетін жағаға. Бәлім келіп кемесі бәлі түшімеді. Қаратып жүрбастырамыз. Сөйтіп, лайға бақшыққа қарадамыз. Тазым деп атқанымыз. Сөйтіп, тұрмысқа шығып, төрт балалы болдық, Алланың бергеніне шүкір деймін. 3 қызым, 1 қызым бар. Айдың 3 қызым Алматыда тұрады, Приозерск қаласында, өзім сол Приозерск қаласына көшіп 95 жылы келген сол жерде қызмет жасады. Артымызда міне достарымыз келіп жатыр, ел болдық, бүкіл көп келіп. Сол 4 баладан 16 немерем бар, Құдайға шүкір, Алланың бергеніне шүкір деймін. Солармен өсіп өніп жатқан жағдайымыз бар. Мен айтамын, мен animallarımın biz простой адамбыз. Не сұрап кетсеңдер жауап беремін. Жаңа не задавайте вопрос дегенде. Енді өзіңіз жайлы, өміріңіз жайлы бұл жерде сол еді өздерінің араларыңызда. Аллаға шүкір қызмет істедім, медсестра болып 40 жыл, 20 жыл Өзбекстанда істедім, Зарапшанда, Тамдыда, 20 жыл мына Приозерск қаласында істедім. Біз келгенде 95 жыл қирап қалған қала, бір күнде эшелонмен солдаттарды жіберген Ресейге, Россияға. На пассажир кішкене мынандай нелер қалып кеткен. Біздерді Жезқазған облысы еді, ол кезде Жезқазғаннан Қалқида дейміз, қазіргі құраларда сондайлар барды. Зарапшаны көшірді. Одан алдын біздер қазақ болып жаттық, өзбек болып жатты. Немене? Мұстақылық алып. Сосын біздер қазаққа көшеміз, Қызылордаға барамыз. Енді менің ата-бабам шыққан жер Қызылорда, кетелер. Сол жақтан мәселелердің бәрі біледі. Бабам малын баққан, әжем құтын қайнатқан, Қызылорда топырағы тартады, тұрады деп бір неден өскен жібек хабар бар ма жоқ па? Мен бір жиналыста сөз сөйлеп отырмын. Сонда біз қирап барған жерде қирап барған қала. Сол жерде неге жабысып қалдыңыз? Әлі сол жерде қалдыңыз. Сіз ауыр. Ол жерде қазақтың Кенесары ханның жаңағы сарбаздары Наурызбай мен Ағыбай ғой. Ағыбай батырдың туып кеткен жері. Ағыбайдың 130 километр жерде кесенесі тұр. Елдер барып зират жасайды. Сол жаңағы қоржын түбек дейді, бұрын қазақша. Қазір бұрынғы бөріктен баяни болған ғой. Алибай Қошада өстеуінен деп жігіттері хат жазатын. Сол жер, сондай жер. Қазір Приозерск қаласы дейді, қазақша қоржын түбек деп жатырмыз. Қазақ орыс еді біз барғанда. Сен қалай едің бізде? Сен деп айтады, Оралман деп. Бірақ Оралман статусын біздер алмадық. Сұрап сонда бір азғантай өлең жаздым да, аналар Оралман деп, 5 жылдан кейін Оралман деген шықты. Статус берді Оралман деген. Сол кезде Оралманда күнілдеп бергенде, сол Оралманда күнілдеп бергенде, естеріңде болса қыздар, Оралманда күнілдеп отырыс болды. Сонда әлгі шарағазақ шағымыз, орысының қазақтан біздерге жатсынып, бүйтіп жабай адамдай қаратты. Сол кезде шағып келіп өлең жаздым. Көшіп келдік Приозерск қаласына, Орекең мен Шалағазақ арасына. Құтты болсын, қонысың жайлы болсын, айтады оның бір жан жоқ, бір жан нанасың бар. Білесіз ғой, көшкен елдің мән-жайы сәресіге жетпей қалатын армайын. Сонда тағы көнеміз ғой, шіркін-ай, қайдан табан жерікті дақтайын. Деп әйтеуір, бұл жақты жазып ашылмай береді ғой. Сондай әдеттерім бар менің. Сәл шынына десем де бәрін болдырмайын десем жазып қоямын. Ол енді Алланың берген несі. Сіздігі
Қарнымның ашқанына жыламаймын, қадірімнің қашқанына жылаймын. Әза болып келіп жаздым деп тұрсың. Иә, сол жерде сондай болып жазылды, бірақ Құдайға шүкір, менің халқым қазір 30 жыл болды, уже осыға шейін танимыз, бәрі сыйлады, абыроймен жұмыс істеп жатырмыз, осы кісілерден кейін Кенжебай бар, біздерден тағы бар. Бәрі абыроймен жақсы істеп жатыр. Сіңісіп кетті. Баяғы оралман деп араласып жүргендер құра анда бір араласып кетті. Айтпайтын болды, қандасызбын болды. Сол жерде біз енді тер төгіп, еңбек еттік, қызмет көріп жатырмыз, бала-шағамен бірге. Рахмет. Ана айтады. Иә, менде бар. Тос береді. Қазір бар сіздікі бар. Айтайын ба? Болды. 30-40-қа жазғанымды айтайыншы. Шүйдіңізші. Баған айтты? Жоқ, бөлек сіздің өз даусыңызбен айтыңыз. Сіздікі жүректен шығады ғой. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді деп. Әсем әнмен тәтті күй, жүрекке түрлі ой салар. Әнді сүйсең, бейше сүйсің. Әнді сүйсең, бейше сүйсің. Тома Абайға. Тоқтар. Ана. Қысқағаныңды өзіңіз оқып беріңізші. Бағына оқып ешкім көңіл бөле қоймайды ғой. Бұларға мешкет болады. Қазір қанықтайды. Дархан көңілі қонақжай, өзі мырза, өзі бай. Қандай қонақ келсе де қарсы алады жатсынбай. Дастархан жайып жұбайы шаршамайды, қиналмайды, ой тобай. Былтыр біздер Өзбекстанда бар ата-бабаларымыз ас берген. Жаттық қой, армансыз жаттық та, жәнімді құрбымыз сондай тынбай, қызмет қылып, Иса Мырзағали мен мына класстастарымыз ұйықтатпай, сөйтіп неған жай бар, соны Жақсының жақсылығын айтып ұртасың. Мырзағалиға жазған Иә, ол айтып тұр ғой, жүректен. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді. Әмудәлер жағасында қорығы, бітпейді оның жорығы. Кластың нағыз еркесі сөзінің бар ма қатесі, е? Қиқар мінез тағы бір, кім, қанекей кім бұл тауып алды қоғанмен. Табалайсыңдар ма? Айтып айтыңыз. Таба алмайсыңдар да? Қорқып деген екен болды. Ана мінезден ше? Мінезін. Мынау еркеді ғой? Ашуларын, қылчықтарын Жасылған айтып қойдың ғой. Атын айтпаңызшы, атын айтып қойдың. Жоқ, басқасын айтыңдар, әрқайсыңызға бар. Басқасына енді өзің айтасың. Жоқ, айтамыз деп жатырмын. Бір ән, Қарағанды қаласынан. Ақан сері Біржан Салдың елінен келіп отыр. Алған өзі айтады. Бәріміз білетін ән айтайықшы. Алатауды айналып, қоштасқалы ойланып, әлем бір сәт қалғандай кірпігіне байланып, ей алтынай, алтынай, арманай, бәрі де артта қалғандай, бір күнге де болмадай, арман қуған ей алтынай, жанарыңның жарқылы, жарқ еткен сол қалпындай, құрбаның боп өтейін мен жолыңа алтынай, ей алтынай, алтынай, арманай, бәрі де артта қалғандай, бір күнге де болмадай, арман қуған ей алтынай, бәрі де артта қалғандай, бір күнге де болмадай, арман қуған ей алтынай, алтынай, алтынай. Осы мен музыкаға, вокалға қосыла алмаймын да. Сол әттен сол қосылсам мақпалдар әдемі қалады неге? Мақтанайын ба? Осы музыкаға қосыла алмаймын ба? Жоқ, мен сізді айттым ғой бана, қазақтың ерке қызы дедім ғой. Мені өлім қылып айтпады. Қолдаңыздар, қандай керемет бұны.
Дұрыс айтасыз, дүние тұрғанша тұр. Бұл кішкентай ғана ауылда шыққан біздің мына балдардың бәрінің өнері бәрі түсінікті. Балалар жігіттер мықты, бірақ үйленгеннен кейін басылып қалған сияқты ма? Сондай ма еді? Иә, 60 деген тапсыз қой аға. Аға сыйлайды. Қарғызса танысырын айтқанда. Қазір кезек келеді ағама да. Арада қыздар еріп кете берді. Шіркін аға. Кісіңім естіп қоймасын. Бәле қалды, енді айтырып болсын міне. Анет көрейін. Зейнетке өзі шықса да, жүреді ылғи бір тынбай. Ақша тап деп қинайтын жан бар ма екен ойпырмай. Сөзді сұрап аласың, досымыз бар осындай. Кім? Дұрыс аға. Приз бересің бе? Берем аға. Кенжебай ағама бір приз беріңізші. Дұрыс, тапқан кісіге бір приз бар. Бұл кісілер призді аямай аған екен. Қараңыздаршы. Бұғалтырлар сұрап алады да бұғалтырлар бермесең. Есебі мықты дейсіз ба? Әр айтқаныңыз сөзді есаптап отырады. Қазан сенің еркі бар, қайдан құлақ шығарса дейді. Өз қолымызда тұр. Жоқ болса қоя ғой. Жарым сағаттан кейін. Жарым сағаттан кейін саңдар деді. Тамырды ма? Есетті ме? Ал келесі. Билікпен де ісі жоқ, өсілікпен де ісі жоқ. Жанын қайтпап жүреді, тек қарны болса тоқ. Сырбаз жігіт досым бар, қатарға оны қосыңдар. Исарулла. Иса Балтаев дейді. Мен мына призімді осы классымызда екі адамдар 9 май күні. Жеңіс күні ма? Мен и ақыл. Мына қаулаңыз. Кенжебай ағамыздың атынан бір мекеменің бірді есепшісі. Рахмет. Жақта болсайшы. Бұнда шанс келе бермейді, бұл жынды шанс. Рахмет, туған күнсің кейін біледі екен ғой. Мен азанда сосын кеш. Иә. Біреуіміз азанда, біреуіміз кешке дейді. Біреуіміз азанда, біреуіміз кешке тудық дейді. Ана жақта жүр ана. Келеді ғана. Туалетті босаттың ба? Бір жас үлкен апайым. Қажы ғой өзі дап-дайын. Есеп қисап деп өзі. Ойлайды елдің қал жайын. Жол берейік апайға, ағытсын енді сөз майын. Дұрыс, аяқтан тоқ көз дұрыс. Тапқан кісіге приз бар. Ақтөбеден келген кісі тапты. Ақтөбеден келген кісі тапты. Келіңіздер, есім аталған құрметті Түркістан облысы, Түркістан қаласынан келген жаңа есім аталған 3 кісі бар ғой. 3 кісі ортаға келсін. Ақтөбеден келген кісі тапты ғой. Ақтөбеден келген кісі тауып жатыр. Рахмет бүгінгі ұйымдастырып жатқан кісілердің атынан. Түркістан облысы, оңтүстік Қазақстан, киелі Түркістан, шырайлы Шымқаладан келген, киелі өлкеден келген, тарихи мәні бар қаладан келді. İşaret dostlarım, Қазақстан жақындай. Адамдарыңа бәрін нұр жаусын. Мына бүгінгі тойымыз құтты болсын. Тойымыз тойғаласа берсін. Осы жердегі бағанағы менен алдыңғы айтқан тілектердің бәрін періштелер әуміндеп Алла қабыл етсін. Тек тойда жүрейік. 50 жылда кездесіп жатырмыз. Осы кездесуіміз жағынан болып, тек көзіміз түгел жүрейік, тойда жүрейік. Өзімді таныстырып дейін бәлі. Өзімді таныстырып өтсем, ұлым Қожа,
атымыздың үшін 27-ші жылдығымыздың күкірттіге қанын тамған осы 75-ші жылы Қоспас-Состамен бірге оқуды бітіріп 76-78 жылдары Бұхарада медучилищеде оқыдық. Одан 78 жылдан бастап Гази қаласында 84-ге шейін қызмет істедім. 84-ші жылы Үшқұлық қаласына көшіп кеттім. Үшқұлық қаласында да медицина қызметін атқардым. 2001 жылы осы Шымкент қаласына, Шымкент облысы Ақсу қаласына көшіп келдік. Семьяның отбасы, Құдайдың берген 6 балам бар. Барлығы тұрмыста, жай-жайында. Өзі бір түйір ғана ұлым бар, көптен білесіңдер, 5 қыздан кейін көрген. Бір түйір ұлымнан 4 немерем бар. Ең үлкені 8-ші классқа көшті, қыз, қалған 3-еуі ұл. Аллаға шүкір, бір балам 4-еу болды. Қуаныштымын, Аллаға сансыз шүкір. Бүгін мына бақилық болған достарымызға Құран бағыштадық. Сол Құранымызды Алла қабыл етсін. Жатқан жерлері жайлы, жандары жаннаттан болсын, имандары жолдасы болсын достарымыздың. Әрдайым есімізде, жүрегімізде о достарымыз. Бағана Фатима Нұрсұлу жайлы айтып кетті. Нұрсұлу жайлы мен де айтам. Бірге оқыдық, бір ауылда әкесі мен әкем дос еді. Өзіміз дос болдық, бірге оқыдық, бірге медучилищеге түстік, бір группаға түстік екеуміз. Бір квартирада жаттық, екеуміз бір елге келін болып түстік. Сондай жақсы көретін досым еді. Жайын жаннаттан болсын. Басқа не дейін енді? Тек жақсылық болсын, тойларда кездесейік достарым. Аман болайық. Айтқандарыңыз келсін. Әзілхан Нұршайықов атамыздың Ақиқатпен аңыз Бауыржан Момышұлы атамыз жайлы жазған кітабында мынандай керемет сөз бар. Өліні қадірлемеген тіріні бағаламайды деген. Жаңа айтып жатсыз ғой, Құран оқып деп, оқытқан Құрандарыңыз қабыл болсын. Біз де айтамыз ғой, өлі ырза болмай, тірі байымайды деп. Енді мына асаба жолымызды білмей, дұрыстап тос бермеді деп соқпеңіздер. Айып етпеңіздер, маған ренжіп кетпеңіздер. Үлкеннің алдында иіліп сөйле, кішінің алдында сызылып сөйле. Иіліп сөйлегеннен белің бүгілмейді, сызылып сөйлегеннен сөзің үзілмейді деген. Жолды білмей атсам, ренжімеңіздер. Ассалаумағалейкум. Астастар, достар, туысқандар, бәріңіз келдер. Орда өтпекпеміз ғой. Жарты ғасыр өмір. Жарты ғасыр әп-сәтте өсіп кеткен. Бүгінге жеткенде бар. Бақилық болған достарымыз жай жанаттан болсын. Баршаларыңызға ұзақ өмір сүрген саулық, баянды бақыт, ниетіңізді сүйіп, әрқашан осындай қазір енді 50 жыл, 60 жылдықта, қаласа 70 жылдықтан кездесу нәсіп. Баршаңызға бақыт. Осы сенің айтқаның келеді. Айтқандарыңыз келсін. Аузы дуалы деп жатамыз ғой. Қазақ керемет сөз бар. Алатаудың алыстан басы көрінеді, жақындағанда тасы көрінеді дейді. Сайдың әрі тасындай азаматтарымыз алдыңғы буын ағалар жүрек жарды тілек. Өзіміз жайлы, өміріміз жайлы. Ол біздің өзімізді де қызықтырады. Рахмет. Кеш жарық достар, бүгін міне сәті түсіп, Алла Тағаланың арқасында міне бүгін бас қосып отырмыз. 50 жыл кездесуге. Дастарханның басында отырмыз. Бірталай толқып тұрмын өзімде. Мынау жаңағы 6 қызымыз дүниеден өтіп бақилық болып кетті бақым, сол жатқан жерлері жайлы болсын, алды пеш, алды кеніш болсын, артында қалған
ұрпақтары, ағайын туыс бауырлары аман болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Сосын мынау әрқашан осындай кездесу көп бола берсін. Осының бәрін ұйымдастырып жүргеннен Қалекене үлкен көп рахмет айтамыз. Қалеке шаршама, өмір жасың ұзақ болсын, бала шағаның қызығын көр, бәйбішеңмен бірге қартай. Сосын мынау bizim бәйбіше бар еді, соны шақырсақ бола ма? Шықсайсың. Кел. Қой, мен де шақырғаным жоқ, сен де шақырған. Әдемі шықшы. Жоқ, болмайды. Әдемі шақырасың ба? Бірге мен... Ол ердегі үйге қайтып барам деп отыр. Соны ойымда отырмын, бірге шыққан жақсы. Үй жағында келіп келді. Ананікі дұрыс жоқ, мынанікі де келмеген. Менікі отырып кетті. Сендер әдел шығасың. Жоқ, жаңа Иса... Өкілі ме? Бибажар шығады. Шығады. Мұна енді... Режиме бүгін. Не ғой, анау... Енді өзім таныстырып кетейін. Мен 1 февраль 58 жыл дүниеге келгенбіз. Жұбайым Бибажар 1 июнь 59 жылы туылған. Онда тамада маған қайттан тос береді. Содан... Маған үйге барып жоқ қойды. 11 бала мектепті бітірдік. Соның 4 қыз ғана ерте тұрмысқа шығып кетті, қалған бәрі оқыды. Студент болды, ұлдардың бәрі оқыды. Мен құрылыс инженерімін. Құрылыс саласында жұмыс істедім. Қазақстанға да келіп, еңбегім сіңді. Бірталай жерлерде Астананы құрдық 6 жыл. Одан қалдына 16 жыл Трансазия. На кісілерге. Енді міне осы отырысты ұйымдастырып, қатты қызметте болған Қалыбекке Аға қабыл алыңыз мұны. Қазіргі заманауи десем қателеспеген шығармын. Ерсейіт ағамызбен Бибажар апайымызға рахмет. Сіздерді еңбектеріңізде де ескеріп, қонақтыққа де жасап жатқаныңыз Ерсейіт аға. Рахмет. Қабыл алыңыздар. Тұрарын айт, ұл таппайтын әйел жоқ, тұрарын айт дейді. Дүниені табатын еркек, құрайтын әйел. Бибажар апайымызға рахмет. Ерсейіт ағамыздың тапқанын ұқсатып жатқанына, қонақтыққа де тарту етіп жатқан. Ағалар, бір ән әріптестеріміздің атынан. Allah'dan kim geçerim, cenneti can yüreğim. Sanmazam kuşku at biridim, sürünsem teregim. Kaldırmaz ayazga, ızgarga, alıbım maskar tavuk. Şanekil kasımda siz var da, arayla ver tanım, ergaşanda yitseledin, beni baskadım. Yenin ekim,
ұстазым еш мектеп жете алмас орнына ең мықты ұстазым аңсайды әрәкте қолына елді тоқпақ болғаным жетелім мен үшін шын әке сіздер ақ болғаным әрқашанда ит көретін мені басқадан менің әкем ең жақсы адам менің әкем ең жақсы адам астан тау асқар тау тек таласа алмайды есен бер жетсем де аласармайды анасы бар адамдар қартаймайды ғой әкесі бар адамдар аласармайды анасы бар адамдар қартаймайды ғой әкесі бар адамдар аласармайды әкесін асқар тауып еңселісін қадір мен қасиеттің өлшемісін алатаудай басыңды аласартпай адам болып келемін мен сен үшін әкесін асқар тауып еңселісін қадір мен қасиеттің өлшемісін алатаудай басыңды аласартпай адам болып келемін мен сен үшін жаратқан жанашырым жаратады құштай қорған болған балапаным ай анаға апаратын жолдың барлығын әкеңнің сызып қойған алақаным анаға апаратын жолдың барлығын әкеңнің сызып қойған алақанын әкесі асқар тауып еңселісін қадір мен қасиеттің өлшемісін алатаудай басыңды аласартпай адам болып келемін мен сен үшін әкесін асқар тауып еңселісін қадір мен қасиеттің өлшемісін алатаудай басыңды аласартпай адам болып келемін мен сен үшін алатаудай басыңды аласартпай адам болып келемін мен сен үшін Және үйреншін жасаңға дейді. Сіздің қойыңызыңдар деп өтейін. Рахмет. Бәріне сәлем айтып отыр. Сіздерге де рахмет. Ішесің ба? Кәне, үш шай бар ма? Ол мұздай шайға өтесің ғой деймін. Не мұндай? Жылы шай бар екен, жылы шай. Оқып жіберейін. Әкпе еңбектеніп жазды осыны бірнеше күн.
Зейнетке өзі шықса да, елдің қамын ойлайды. Аяғы ауырып шолтаңдап қой десе де қоймайды. Сауықтырмай адамды, көңілі оның тынбайды. Қайкісі? Дұрыс айтасың. Бұйрық беріп ұзақтан, хабар алып жан жақтан, суын ішіп таластың күш қуаты бойында, айтыңдаршы, бұл қай жан? Ақыл, Фатима. Дұрыс. Класта ол кез жүретін, қабағы бір ашылмай, уақыты барына күлетін деп жүреміз қарап жай. Бұл күндері ол бізге тик-токтан хабар беретін. Сұрау салам сіздерге, тауып беріңдер біздерге. Дұрыс, бәрін тауа деге саған. Зейнетке өзі шықса да, елдің қамын ойлайды. Аяғы ауырып шолтаңдап қой десе де қоймайды, сауықтырмай адамды, көңілі оның тынбайды. Дұрыс. Келіңіздер, құрметті тараздық жерлестеріміз. Қалжанова, Тұрсын, Алдыжабарова, Фатима, Бекбасова, Ақыл. Қыздар, тараздық біздің жерлестеріміз. Асабаланда келсеңіздер, жақсыны көрмек үшін жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді. Бүгін ашылатын күн, бүгін шашылатын күн, бүгін жүректегі тілекті айтатын күн. Келіңіздер, тараздық қыздар, алағайын армысың, төрт көзің түгел бармысың, жерлестерім сөйлесің, тараздан келген талмысың. Қыздар, Тұрсын, Фатима, Ақыл деген қыздарымыз ордаға келсеңіздер. Сабыр, арулар, асыл жандар, шуақ боп шашылғандар, қуат боп тасынғандар, құшақ боп ашылғандар, арулар, асыл жандар. Қыздарға бір қошемет бар ма тараздық қыздарға? Бөрілі таудан аспаған, тұлпарға қамшы баспаған, алыс сапар шетпеген, ақ қадырын білмейді. Қыста соғым соймаған, қоз етіне тоймаған, жат қадырын білмейді. Бір-біріміздің қадырымызды біліп жүрейік. Шыбық ексең тал болуы, жер анадан қалған із болса, ер жігіттің ел болуы, ел анадан қалған із. Бұл өмірде ең керегі сізбенен біз, қамшының сабындай қысқа ғұмырда сыйласып өткенге не жетсін. Адамзат өмірге қонақпыз. Қазақта керемет сөз бар, тектіден текті туады, тектілік жолды қуады. Жақсының тектілігі биіктен көрініп тұрады. Әулеттеріңіздегі тектілік ұрпақтан ұрпаққа жалғасын таба берсін. Қыздар. Кеш жарық кластастар, құрметті достар. Көптен күткен осы кешіміз бүгін жақсы өтіп жатыр деп ойлаймын. Осы құтты болсын барлығымызға. 50 жылдық тойымыз құтты болсын. Сендерге барлығына денсаулық тілеймін. Бірінші орында. Семьяларыңа бақыт тілеймін, бала шағаларыңыз дені сау болып, ұрпақтарыңыз көбейе берсін. Жақсы күндерде осындай бас қоса берейік. Міне жаңа бағана айтып кетті ғой, бүгін бәріміз есімізге алып жатырмыз, алты құрбымызды. Бүгін олар да Құран бағыштап, бәріміз есімізге алып жатқан кезде олар да алып жатқан шығар, разы болып. Жайлары жанында болсын, топырақтары торқа болсын, артында қалған балалар аман болсын олардың да. Не деймін, осы бүгінгі кеш мені әдемі өтіп жатыр. Барлығына жұғысты болсын осы кеш. Ұйымдастырған қалбекке разымыз, басқа да достарға рахмет. Енді біз әйтеуір тілектеспіз ғой, жүгіре алмасақ та тілектесіп әйтеуір тіл көмегімізді беріп тұрдық. Дендерің сау болсын, салмағыларың. Отбасыларыңыз аман болсын. Жаңағы бағана жігіттер айтқандай 60 жылдық емес қыздар, әр 5 жылда кездесейікші, 5 жылдық, 60 жылдық, 65 жылдық. Енді міне ағана үлкейіп жатырмыз ғой. Әр 5 жылда кездесейік, сол кездесулерге аман есен жете берейік, беріңіз сау болun. Барлығыңызға барлық әлемдегі жақсылық тілеймін. Айтқандарыңыз келсін. Бұқар жырау атамыздың керемет сөзі бар. Көтеріліп ұшқан соң қанат емей немене, кілең жақсы бас қосса санат емей немене деп. Бір жақсы санатты отырыстың куәсі болып отырмыз.
28 жылы дүниеге келгенмін. Осы Қызыларағат совхозында, күкірт ауылында. Осы мына достарыммен бірге осы 10 жылдық мектепті бірге бітіргенмін. Ondan кейін Бухарамеде училищесін бітірдім. Ondan кейін Сампиді бітірдім, Среднеазиатский медицинский педиатрия институты. Сөйтіп Газель қаласында қызмет қылдым. Ondan кейін мен осы Қазақстанға көшіп келіп 2008 жылдан бері Қазақстанда Шымкент облысында, ondan кейін Жамбыл облысында қызмет қылдым. Зейнетке шықтым. Әлде бірақ халыққа қызмет қылып жұмыс істеп жатқан жайым бар. Бала шағадан 4 бала шағам бар, 11 немерем бар. Денсаулықтың арқасында жаңа Хадиша қосып қойыпты ғой мені. Қой десе де қоймайды, аяғы ауырып ақсап жүрсе де деп. Енді аяғым ақса екен рас, енді аяғымды операция қылғанмын соған. Құдайға шүкір, денсаулықтың арқасында әйтеуір халыққа қызмет етіп жатқан жайымыз бар. Аққалат Абзалжан, қыздарыңызға қол соғып қоймадыңыздар ма? Қыздың тілегі қабыл болады. Қыздар алыста жүрсе де, шіркін-ай, төр күнімнің тауығының аяғы ақсамаса екен деп тілеп жүреді. Қыз бала тілекші ол. Кеш жарық. Кеш жарық. Бүгінгі мына жасап жатқан тойымыз құтты болсын. Әр айтып қойын 5 жылдан және де кездесе берейік. Мына өткен достарымыз бар, ағайларымыз бар. Олардың алдарынан жарылғасын, имандары жолдасы болсын. Өстіп, күліп, ойнап, кездескен кезде де мына тойларда кездесейік. Келін аламыз ертең, нәсіп болса, немере үйлендіреміз, қыз шығарамыз. Соларда кездесіп отыра берейік. Әйтеуір тек тойларда кездесе берейік. Осы жерде қызмет еткен бірінші міне Қалбек бауырым. Рахмет саған. Көп рахмет. Мына басқа да балдарға рахмет, бәрі мына қыздарға да рахмет. Сендерге де рахмет. Қызмет жасап отырған. Өстіп. Мен осылармен оқығанмын 1-ші класста. Атым Ақыл, Қуандық қызы, фамилиям Бекбасова. Менің әкем А деген әріпті үйретіп, осы дәрежеге жеткізген деймін. Мұғалім болды, ұстаз еді. Осы 1-ші кластан біздер оқыған ұстаз. Кеше қайтыс болған, енді алдына жарылқасын. Сол тек тойда кездесе берейік. Басқа не айтайын, бәрін айтылып жатыр ғой. Айтқандарыңыз келсін. Міне мынау классың, осыда 10 жыл тұрасың, тарыдай болып кіресің, таудай болып шығасың. Қазақтың ақиқатына бекер жырламаса керек. Сіздердің оқу біткендеріңізге 50 жыл. Мектепке барғандарыңызға 60 жыл ма сонда? 60 жыл, Мектепке барғандарыңызға, табалдырға аттағандарыңызға. Рахмет, жаңа бір күн дәмі татқанға мың сәлем. Жастарға сіздің қолыңыздан дәм татып жатырмыз, қуырдақ деп жатыр, сырбаз деп жатыр. Кеш жарық, қайырлы кеш, класстастар, достар, ағайындар, енді туыс болып кеттік, бауырлар. Бауырлар дейміз. Көрген жерде ағайынды емес, туыс емес, осыларды іздейміз. Бір-бірімізді садақа тойда көрген кезде, ананы көрдің ба, мынаны көрдің ба деп, осы класстастарымыз іздейміз. Заманы бірдің, талабы бір дейді. Алыста жүрсе де барлығын іздейміз. Біздер 1975 жылы Қызыларағат ауылында 10-ші класты бітірдік. Енді айыр етпес класстастарым. Біздер 8-ші класқа дейін басқа ауылда оқыдық. 25 километр шамасында басқа ауылда оқыдық. Мен 8-ші класс оқу ғой біздерде. 8-ші класстан кейін бұларға қосылып 31 бала бітірдік. Содан кейін мен де медициналық жұмыс істедім. Қазақстанға менен бұрын келген ешкім жоқ, 90-шы жылдан бұрын келгендерім болса, мен 90-шы жылы келдім. Атақмындамыз. Союздың кезінде келдім. Енді жаңа айтып жатсың ғой, мен күйеуім болғанда бұдан да артық беретін еді. Енді күйеуім қайтыс болған 20 жыл болды.
кеше құран оқыттым. Күйеуім болғанда қаласқа баратын беталарды майоркеге. Енді кластас алдымыз ағайларымыз айтыс соған жатқан жері жайлы болсын, топырақтары толыққа болсын. Аттарын айта берейін, құрбыларымыздың Гүлжахия, Фатыма, Кенжегүл, Жұма, Нұрсұлу, Айша. 6 қызымыз қайтыс. Бір аунап түскен шығар. Иә. Бір аунап түсіп жатқанша барлығы да бір айтып жатыр. Енді мен өзім таныстырсам, сол ауылда туылдым, сол ауылда оқыдым деп айтып жатырмын ғой. 3 қыз, 2 ұлым бар. Бір ұлым қалды енді үйленбеген. Сол той істесем, нәсіп болса, барлығын шақырам. Екі стол болып отырайын деген. Барлығын шақырам. Содан кейін үйге де шақырам бұлар. Тойхана емес, үйге де шақырам деп ниет болды. Балам үйленсін деген. Кездесуіміз өте жақсы өтіп жатыр. Қуаныштымын көргеніме бәрін. Дидар көрсеген бір ғанибет дейді ғой. Мысалы Қазақстанға келіп Өзбекстаннан қалып жатыр. Келгеніне қуанышым болды, келген достарым. Рахмет келгендеріне бәрін. Алыстан, жақыннан, барлығына рахмет айтамын. Басқар, желіп, жортып, ыстығына күйіп, суығына тоңып жүрген Қалбекке рахмет. Қалғандар қоштап жүр ғой енді. Қалбекке рахмет, Алла риза болсын, қызметті Алладан қайтсын. Елуілда кездесіп отырмыз ғой. Қалбек ендіге де айтып ғой. Алладан қайтсын. Елуілда кездесіп отырмыз. Елуілда ел жаңа деген 45 жылда кездесеміз, қарайлы шығып қалып, кездесе алмай қалдық. 15 жылда кездесіп содан кейін елуілда кездесіп отырмыз. 55 жыл, 60 жыл, 70 жыл, 75 жыл кездесе берейін нәсіп болсақ. Сол күнге басымыз бүтін, басымыз аман, бауырымыз бүтін, төрт көзіміз түгел, аман есен жете берейік. Ендіге барлықта аман саулығымызға күйлерімізге той болсын, жақсылық болсын, жақсылыққа барсақта, бармасақта қуанып жүре берейік. Рахмет. Адамның басшысы ақыл, жолдасы кәсіп, қорғаны сабыр, қорғаушысы мінез, қымбаттысы ар, тарасы жүрек, таусылмасы арман, сыншысы халық, тірегі махаббат. Осылардың бәрінің басын қосқан өмірлеріңіз мәнді, мағыналы болсын. Қыздардың атынан бір ән айтып жібермедіңіздер ма? 3 қыз бір қосылып, ән сабағы қалай болып еді өзі? Әнге 3-ге оққан. Рахмет. Дәм келген екен, қыздар дәм дайын болған екен, келіңіздер. Дәм келіп жатыр екен, сіздердің аттарыңыздан менің әріптес ағаларым, Ақбей қыздар, менің әріптес ағаларым айтып береді. Дәм келіп жатыр екен, жайғасыңыздар. Ас келіп жатқанда мазаламайық. Ас келіп жатыр. Шылым шеккен, әжетханаға кеткен құрметті әріптес бауырларымыз, кластастарымыз, замандастарымыз, келіңіздер, үлкен ас келіп жатыр. Үлкен асты көп күттірмейді. Асың барда ел таны беріп жүріп, атың барда жер таны желіп жүріп. Қазанға түскен қапқа түспейді. Жақсыға берсең асыңды, жақсы сыйлар басыңды деген. Дәм келіп жатыр екен. Үлкен ас келіп жатыр.
Ең өзінде пакет болады. Ысқағам дастарханды ашып берді. Кенжебай ағам жаңа қорықтың сырбазына бата берді. Ерсейді аға бата бергіш үлкен асқа. Бұл кісі жаңа сырбазына берді. Ысқақ ағам дастарханды ашып берді. Сіздер үлкен әулеттен келдіңіз. Көп берсін, береке берсін. Екі дүниенің ауырайын беріп, Алла еліміздің тыныштығын берген. Бәле жаласынан, ауру сырғауынан, түрлі апаттарынан Алла сақтай берсін. Мына отырыстарымыз, осындай отырыс көп болсын, жалғаса берсін. Өмір жастарымыз ұзақ болсын, бақытты, дәулетті болыңдар. Ас болсын. Дәмнен алыңыздар. Дәм келіп атқан кезде бір керемет, менің әріптес ағаларым бір керемет әсем ән орындап берсін. Сіздер асықпай дәмнен алып отырыңыздар. Үлкен ас, сыбаға. Қалыбек ағам қойды бір жыл дайындаған ойнайым. Нұқыл май қой. Қамырына шей май болып кетті. Сіздердің сыбағаларыңыз үлкен ас дәмнен алыңыздар. Ағаларымыз бір әсем ән орындап жіберсін. Асықпай дәмнен алыңыздар. Асың барда ел таны беріп жүріп. Кас, көбі.
Olsun dedim, şeridimin deyip oylamadım. Kuritamau kamalım may, kındı yaşık çanarından. Oğlum gitti, sözüm dökmü, şavkandadım, kabağıma karanay. Oğlum gitti, sözüm dökmü, şavkandadım, kabağıma karanay. Oğlum gitti, sözüm dökmü, şavkandadım, kabağıma karanay. Дәурен аға рахмет. Маңмын басып жүретін, миығынан күлетін, әрбір сөзің майдалап, мінезі бар жаймашуақ, әңгімесін тыңдасаң, шіркін көңілің жай табар. Нұр сұлу. Сұлуыз. Suluğum. Ay naldım suluğum, jaylarlı suluğum, mağraba suluğum, kırkmızda suluğum, suluğum. Класста бар бір бала. Жүрген жері қайғыла. Іздемейді біздерді. Іздемейсіз сіздерді. Бізде осындай бала бар. Сағынамыз, сұраймыз. Кім іздеп оны табалар? Абдуллаға. Қай кісі көтерді? Тапқан кісілерге сыйлық береміз деп келіскенбіз? Fatima taktı Fatima. Жоқ, рахмет. Тапқан кісіге сыйлық береміз деп келіскенбіз. Соның кейін жаңа 3 қыз сөйледі, сол 3 қызға да сыйлығымыз бар еді. Тараздық жаңа 3 қыз сөйледі ғой. Сол 3 қызға да сыйлығымыз бар. Қазіргі тапқан кісілерге де сыйлығымыз бар. Соның кейін осы барлықтарыңызға 4 жұмақтан өлеңін арнаған ақын қыздарыңызға да бір приз бар. Бар, береміз. Біз ойлағанбыз, тізімге шыққан, тосқа шыққан кезде әрқайсыларыңызға сыйлық беріп тұрамыз деп. Енді сіздерді ортаға шығарып, секірді, билет ойын ойнатпаймыз ғой. Ақын қыз, бәрімізге өлең арнаған ақын қызға бір қол соқпадыңыздар ма? Мінездеріңізге қарай. Дұрыс жазып па, қате жері бар ма екен? Соның кейін Кенжебай ағамыздың үйінде Айбибі деген кісіге бір приз беріңізші. Осы айбетпеңіздер. Бұл енді бес саусақ тең емес, көпшілікпен жұмыс жасау оңай емес. Осы кешті ұйымдастырып, мына ыстығына күйіп, суығына тоңып жүрген кластастарыңызға, замандастарыңызға рахмет. Алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Кем кетігі болса, тағы да айта отырыңдар. Ренш жоқ па? Шақырам. Нұрсұлу деген сұлу қыз қайда? Абдуллаға. Кенжебай ағамыздың үйінде Айбибі деген кісіні тосқа келсінші. Айбибі деген анамыз қайда? Кенжебай ағамыздың үйіндегі. Кенжебай ағамыз отағасы болса, ол кісі отанасы. Абдуллаға Нұрсұлу деген сұлу қыздарыңыз бар. Есім аталған құрметті бауырларымыз алып. Ұйымдастырған кісілерге рахмет. Призді аямай аған екен. Әрқайсыларыңызға 3 призден алған ғой деймін. Рахмет. Әледі. Құрметті замандастар, құрметті кластастар. Алмай қалған кісілер болса айтыңыздар, байқамай қалмайық. Әрен шоқ ба?
Өзіңіз алдыңыз ба елдің бәріне бағыттарына сыйлық үлестіріп жатсыз. Өзіңіз де алсаңыз тойдан тобықтай. Сіздер алсаңыздар болды деп жатыр. Рахмет. Ал енді ренжімеңіздер, осы кісілер өздері де алған жоқ, сіздер әйтеуір ренжі қалмаса деп жүгіріп жатыр. Мені өздеріңіз де байқап отырсыздар ғой, тікесінен тік тұрып. Бұл енді көпшілікпен жұмыс жасау оңай емес, бес саусақ тең емес. Кем-кетігі болса осы ұйымдастырып алған кісілердің атынан кешірім сұраймыз. Алағайын алдымызға үлкен тамақ дәм келді. Асабаларыңыз үлкен аста тос беріп мазаламайын деп сіздерге әсем ән берді. Сол үлкен аста Абдуллаға, Нұрсұлуғыз, Айыбибі апайымызға тос кезегі дәл келді. Қыздың жолы екен, қыздан басынсақ қалай қарайсыздар? Келіңіз. Абдуллаға Рысқұлов ауданынан келіп отыр бұл кісі. Чемпиондар шыққан ауылғы Ермахан Ыбырайым, Елдос Смет, Ислам Байрамұл айта берсе көп. Бірінші Қадишамызға рахмет, біздің қиыншылық қателікменен болған бір уақыт барып кеткен себептерменен рахмет. Не айтамын? Енді мен бәрі айтады, қашып жүріп, бір уақыттармен бір алмадым. Мойныма аламын, көп себептері болды себептерменен жасыратым көп білмейді. Не айтамын? Мен қуаныштымын, көріп көздерімді, еғіп атып қуанып атырмын, не тілеймін сіздерге? Ғұмырларың уақ болсын, дендерің сау болсын, немере шөберелерің көп болсын. Егер немере шөбері көп болса, денсаулығы жақсы болады. Жасыратым. Ал өзіме келсем, отбасылымын, 3 балам бар. Өзім шала ұқсақ та, балдарымды заман талабылай оқытты. Екеуі жоғары білімді, біреуі арнаулы білімді. Өзімде арнаулы білім. Алматыға келіп оқыдық, бір айда оқыдық. Оқи алмадым. Біздің айналды отанға бар, Бұқараға бар. Плановый экономический ұғымның материалдық техникалық жабдықтау бойынша қағаз алдым. Бұқарада, бұл 90 жылы. Бұл. Әйтеуір балды. Алтын немерем бар, Құдайға шүкір. Көп қайтадан өсіріп жатырмыз. Жақсы бар, жағынан жақсы. Дейтін той бәріңді кейін бол, аман болыңдар, сау болыңдар. Әйтеуір, қай жерде болсаңыздар да жүрегіміз жақын деп тұрамыз ба, бағалмамыз деп сұрап тұрамыз. Сол қуаныштарың көп болсын, қайғыларың болмасын, жасай беріңдер, ғұмырларың ұзақ болсын. Рахмет. Жаңа сізге айтып жатыр, рас дейді, кешірім сұраймыз демей қалған кездерім болды бір деп оны мойындап жатыр аға. Рас қой, өмірде аға, талай қызық бар, қызығы мен қиыншылығы мол өмірде. Мынау, иә жаңа айтып жатыр, балаларым заман талабына сай оқып жатыр деп Аллаға шүкір. Тектіден текті туады, тектілік жолды қуады дейді. Әулеттеріңіздегі тектілік ұрпақтан ұрпаққа жалғасын таба берсін. Жаңа айтайын сіздерге, негізбенен қазағың тұлпарына шошқаның басқан шөбін жегізбеген, ұлабайды ұлжан ана дәретсіз емізбеген. Алып анадан туады дейді. Ақтілек жалғасақ, қыз деп жатырмыз. Қайырлы кеш достар, міне көптен күткен қаншама бір жылдар осы күнді аңсадық. Бүгін Алла нәсіп етіп осы мерекемізді тойлап отырмыз. Марқұм болған қыздарымызды еске алдық. Жайлары жәннатта болсын. Ағайларымыз, дос қыздарымыз бәрі өмірден өтті. 5-6 мұғалімдерден ешқайсысы қалмады. Мына достарымның барлықтарына отбасына амандық тілеймін. Дендері сау болсын, өмірлері ұзақ болсын, немере шөбере көріп жұттары жазылмай жүре берсін.
Өзіме келсем, мен отбасылымын, 4 балам бар, 2 ұл 2 қыз, барлығы үйлі жайлы. Өзім Шу қаласында тұрамын. Рахмет. Аналарымыздың тілегі қабыл болсын. Елінің жоқшылығына жүрегі дірілдеп жүретін, елінің жақсылығына үнемі күлімдеп жүретін, құшағы жұмаққа айналған, көкірегі бұлаққа айналған. Асыл аналарымыздан ақ тілек, Кенжебай ағамыздың үйіндегі Айбибі абайымыз кем кетігі болса кешірім сұраймыз. Құрметті достар, бүгінгі барлықтарыңызды мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Бөтен адам жоқ, барлықтарыңыз танимыз, бір-бірімізді білеміз. Бір ауылда, Қызларабад ауылында, Әмударияның бойында, Әмударияның Ылайсуына түсіп, Қызылғында талай экскурсияға шығып көсіктірген достар барлығы, қайғылындай тебіскен. Барлықтарыңызды білемін. Осы ақпан айынан бері деп жатырсыз ғой. Осы кездесуді ұйымдастырып жүрген Қалибекке ұйымдастырып бәріміздің басымызды қойып, алдымызға ас қойып, мінекей төріне отырғызып отырған рахмет айтамын. Алла разы болсын. Қалибек саған бала шағаның қызығын көріп. Барлық достар, сіздерге амандық, денсаулық тілеймін. Отбасыларыңыз аман болсын. Осы кездесу болады деген кездері сіздер сияқты мен де осы кездесуге жеткенше асыққанмын. Біз қашан болады екен осы кездесу, бәрімізді бас қосайық деп 81 жылдан бері сіздермен араласып келе жатырмын мен. Амандық, денсаулық тілеймін. Отбасыларыңыз аман болсын, бала шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Өсіп өліңіздер, ешқандай жаманшылық көрмеңіздер. Алла сіздерге денсаулық беріп, бір Алла қолдап жүрсін деп тілеймін. Айтқандарыңыз келсін. Жаңа Орманова ханымша апайымыз айтты ғой, біздің класстастардың бәрі оқыған, көзі ашық, көкірегі ояу кісілер деп. Бұл кісілердің бәрі еліне елеулі, халқына қалаулысың, еңбек сіңген кісілер деп әңгімелерінен де бағынан бері байқап жатырмын. Замандастарыңыз биікте ұшып қалқыған, еңбекке елді талпыған, әрқашанда еңбегімен батасын алған халқынан. Менің әріптес ағаларым ән айтады Абдулла ағамыздың атынан. Бұл кісі чемпиондардың ауылынан келіп отыр. Өзі де чемпион дедіңіз баға? Сіздер үшін бір әсем ән болсын. Өзіміз бір ән айтып жібереміз ба? Қабыл алыңыздар. Сіздер үшін менің әріптес ағаларым ән орындап берсін. Айтыңызшы бір ән. Бар дейді ғой Кенжебай ағамыздың үйіндегі кісі. Көтермесе кір басады. Базарда 1000 адам бар, сүйгеніне сәлем береді. Жаңа айтып жатырмыз ғой, 1000 күнге сіз бізден, бір күнге шыжып жарық дейді. Қандай керемет отырсыз. Көрейік. Бұхар жырау атамыздың керемет сөзі бар. Ұшқан құстың қанаты талатын, шапқан тұлпардың тұяғы талатын, киелі өлкеден, әр облыстың, Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп отырған кісілердің ортасында бір орындап берсеңіз, 55 жылдыққа дейін есте қалатын күн болар еді. Бұл күнде әнші көп, тек қана шәмші жоқ. Қазақтың әні көп айта алмай келеді. Өзіңіз білетін ән. Шәмшінің қарындасы. Жоқ, бұл сахнада жоқ қой, жоқ. Шәмшінің әндерінен. Босаттағы жаңа атамыз, жүзсек далыға шайықта, ұшқыр қиялы кеп тауалыз, бұйырмашы аяққа. Ескегенді бір жыбырған, шалқар көл беті, сәулем мені ойландырған, сен
келбетің сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбетің айдын көлде үлкен өмір есігі сол бетінде қайық бейнет махаббаттың есігі жолжақайық осы күнде жыр толтыршы жаныма махаббаттың бесігінде тербелейік тағы да махаббаттың бесігінде тербелейік тағы да көлдің жүзін нұрландырып тұрма сенің сол бетінде қайық жаныма махаббаттың бесігінде тербелейік тағы да махаббаттың бесігінде тербелейік тағы да Кенжебай ағам айтты ғой, шәмші аталарымның қарындасы деді. Халық қаласа қат жерін соймай ма? Көрейік. Қыздар сұраны бар. әлемнің жарығын сыйладың сен маған даланың бар гүлін жинадың сен маған сен берген құстардың қанатын самғаған бағалы құштарын өзіңге арнаған әлдилеп аялап өсірген жемісің санма жел саялап құшағың мен үшін есейіп кетсем де мен саған сәбимін көгілдір көктемде көзімнен танимын есейіп кетсем де мен саған сәбимін көгілдір көктемде көзімнен танимын борышым анашық жан сырын әлемнің байлығын сыйларым ай гүлін сыйларым ай гүлін қолыма түспеді әлдилеп аялап өсірген жемісің самал жел саялап құшағың мен үшін есейіп кетсем де мен саған сәбимін көгілдір көктемде көзіңнен танимын есейіп кетсем де мен саған сәбимін
көгілдір көктемде көзіңмен танимын. Рахмет. Тағы да бір ән айтам деп жатыр. Қолдап қошемет көрсетпедіңіздер ма? Рахмет, біздің бірау сөзімді жерге тастамай. Рахмет, Алла разы болсын. Енді жаңа Абдулла ағамыздың атынан бір ән орындап береміз деп. Açık bir vadım var. Açık ben tadı balamaz. Açık çok. İyi. Açık çok. Hayran alıp
Ауылына қарап азамат таны деген азаматы бар ел азбайды. Қалбек аға екеуміз Тұрарсыл ауданнанбыз. Бұл кісіні мен үлкен жиындардан, үлкен тойлардан әрдайым көріп жүрем. Жаңа ауылына қарап азамат таны дегенім сол. Бауыржан Момышұлы елі үшін езіліп, жұрты үшін жұмылып халыққа қызмет етпеген. Халыққа халықсыз қызмет еткен азаматтың бірі және бірегейі десем қателеспеген шығармын. Аға, мына енді 90 сөздің толықтан кейінен өзіңіз оймақтай етіп жеткізсеңіз, бұл енді бір әулеттің дойы емес, сондықтан бұл көпшіліктің жұмысы бес саусақ деген емес, көпшілікпен жұмыс жасау оңай емес шығар. Ақпан айынан бастап жүгіріп жатсыз ғой деймін, қателеспесем. Қаңтар айынан. Білмей қалмайды, бәрін айтып қойдыңдар. Ал не дейміз енді? Құрметті де қадірменді құрдастар, бауырларым, ағайындарым, біз енді жаңа айтып жатырмыз ғой, бір ауылдан бірге туылып, өсіп, оқып, бұл жерде жаңа қазіргі замандағыдай сенің елің руың деген әңгіме болған жоқ. Біздер бәріміз ағайын болмыз. Ал иә, не деймін енді, осы бір жыл бұрын осы Беловодта той болып, сол жерде сөз басталып, ниет жасап, осы 100 жылдық кездесейік деп сол кезден басталған. Содан бері міне бір жылдан бері бәріміз, әсіресе мына жерде Фатима ол енді не қылмай қойып, қатты ауырып, науқастанып, Алла тағала осы 100 жылдыққа жеткізе қой, аман есен деп ше, соны аман есен жетсем, бір мал қонағасы берем деген. Бағана беріп атқаны арманы орындалды. Сол сияқты бәріміздің де армандарымыз орындалып, осында міне төрт көзіміз түгел, мына 100 жылдыққа аман есен жетіп, әбден бір-бірімізді көріп, мына жақтан айтпақшы, танысылыпты айтып кетейін. Келе алмайын деп қанша сендер кел деп содан әр айда 15 күн больницаға жататын. Укол алып, өзінің айтқанын айтып жатырмын да. Содан қыздар поддержка береді. Ешқандай жоқ, мына кездесуге келсек сен жазылып кетесің. Ниет жаса деп. Соған мына кісі таңдалдан келіп отыр. Сол сияқты мен жаңа бәрін айтып жатыр ғой. Өзім енді қазір 36 жыл болды көшіп келгенше. Негізі шоферлік правам бар. Осы жерге қалай көшіп келдім, бір айдан бастап, қазір саған айтайын, 22 жыл управляющий болып істедім. Бір жыл бұрын пенсияға, бір жыл бұрын саған тоқта.
сол жерде тұрады да дипломыңды алып кел дейді ғой. Бас дипломыңды алып кел, анау мына бірінші айтты, менде диплом жоқ. Қалай диплом жоқ? Сен осы кезге шейін қалай сен управляющий? Сіз ғой. Содан мен таң қалады. Сөйтсе менің қолымда 25 жылдан кәдімгі главный специалист болып істеген, сендердің ауылың алға бас, жарысудан істеген күндердің уақытында істедім ғой. Главный специалисттер менің қолымда істеді. Енді ойлаймын, Алла тағала енді маған бір жол берді ма, қол берді ма, Құдайға шүкір осындай қызмет атқа. 3 ұлым бар, 1 қызым бар, 13 немерем бар. Не дейміз енді? Барлықтарыңызға рахметтерімді айтып, осындай қуанып, не айтатынымды білмедім ше. Енді бар, былай қылайық. Алла қаласа, нәсіп болса, енді де асқа, оның деп кетпей, 5 жылда болса, 25 жылда Алла тағала 4 көзімізді түгел кездесесе, тағы да басқарып берейші мен бір рет. Не деймін? Оқтық деген бар ма? Страшный менде, ойбай. Содан не деймін? Барлықтарыңызға тек қана денсаулық, үйшілерім, әрқашан немерелерім, шөберелерім тойына қатысайық, бәріміз бақытты болайық. Осы дастархан бұдан 2 есе үйлеріңізде жайылсын. Әрқашан амансыз болсын. Рахмет аға. Бақ кетпесін Қалыбек аға, мына сізге жақсының жақсылығын айтып, ортаға қарай келіңізші. Қол соқ, құрметтеп қоймадыңыздар ма? Қадірлі ағайын, қолда барды алтынды қадірлейік мына. Көрімге таудың алыстығы жоқ, Алла бұйырса 55-60 жылдық тойларыңызда кездесу кештеріңізді бас қосуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Зепкен айза бойламайды, қонақтық кәде, заманауи қандай керемет мінекей. Размеріне шейін біледі екенсіз ғой күйден. Тоқтамай қойайық мінекей, қошеметтеріңіз. Рахмет. Әне, рахмет. Еңбегін елеп ескеріп жатқандарыңызға қошеметтеріңіз бар ма? Бақ кетпесін. Рахмет. Бүгінгі кештен аға тойдан оқылай деп түсініңіздер. Тасты жарып шығады, таудың күні. Талды жарып шығады, талдың бірі. Бауырмашыл азамат қайсы десе, осы Қалыбек ағам ұялмай көрсететін жанның бірі. Қолда барды алтынды бағалайық. Рахмет қадірлі ағайын мінекей. Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды. Әбіш Кекілбаев атамыздың ұлағатты сөзі бар. Осы кісінің бір ауыз сөзін, еңбегін елеп, ескеріп, алтын бастарыңызды еп, алтын уақыттарыңызды қиып келгендеріңізге баршаңызға Алланың нұры жаусын. Бақ кетпесін, әрдайым есігіңнен ешкім ақын болып, асаба болып туылмайды бесігіңнен. Бүгін тойда орынсыз ақыл айтсам, маған қараңыздар кешіріммен. Отбасымыз, бауырларымыз аман болсын, қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман болсын. Ағайын артып кетсем айып етпе, осыменен азғантай асабалық жұмысым тамам болсын. Жаңа Асқақ ағам айтты ғой, өмір деген көнекен, жүзіп жүріп өтесің. Дүние деген шөлекен, бейнетпен зорға жетесің. Алтыннан сарай салсаң да, бәрібір тастап кетесің. Тіршілікте сыйласаң, мұратқа сонда жетесің. Дүние қолдың күрі, еріп кетер мұз. Бақыт деген ұзатылар қыз, бала деген артта қалар із. Өмір жалған, сол өмірде ең керегесізбенен біз қамшының сабындай қысқа ғұмырда сыйласып өткенге не жетсін. Мынау енді бұрын сұраған черный белый қай бала деп жүрмеңіздер. Есімім Нұрдәулет, ұлы жүздің баласымын, Жаңабай еліне жиемін, басым бос бойдақпын. Сенбесеңіздер үйде әйелімнен сұраңыздар. Bizim бүгінгі 20 жылдық кездесуге құрдастарымыз, мына жақта қонақтарымыз бәрі келіп, саған әбден ырза болып отыр. Осы кісілердің бәрінің атынан үлкен рахмет айтамын. Әрқашан үйінде тек қана той болсын, біздерде де той болсын, басқа жүре берейік. Біз шақырсаң барамыз. Таныдың ғой бәрі. Рахмет саған.
Айтқаныңыз келсін. Қараша қанның тұсында, әйелердің тұсында деген әрдайым осылай шаттықтан шаттанып шалқайыңыздар, қуаныштан қуанып марқайыңыздар, ақ шашты сары тісті ата әже боп бұйыртса бір жастықта қартайыңыздар. Жасаған жастарыңыздан жасайтын жастарыңыз көп болсын. Қамшының сабындай өлшеулі өмірде өлшеусіз бақыт тілеймін. Алтын бастарыңыз тойна табылсын. Аллахым аспандарыңызды ашық қылсын, отбасыңнан дұшпаныңды қашық қылсын. Көпшіліктің тілегі қабыл болып, Алла тағалам баршаңызға жүз жасауды нәсіп қылсын. Асқайрайықшы, Кенжебай ағам қорытынды бір ауыз сөз. Ұлық болсаң күшік бол дейді. Рахмет аға. Мынау енді қызметке біз ризамыз. Саған оңай ма, қиын ба? Көпшілікпен жұмыс жасау оңай емес аға. 5 саусақ тең емес па? Тоқта, оңай ма, қиын ба? Сұрақ. Оңай. Ой. Оңай. Неге? Жеңілдік бар ғой маған? Неге? Жеңілдік бар ғой. Неге? Себебі 20 жылдық өткізіп атқан 75-тің түлектері тәртіпті, арақ ішпей, бұлай кетпей. Сол үшін оңай. Рахмет саған. Рахмет аға. Батаға өрік тасқа. Тасығыңа. О, қабыл алыңыздар. Жай күйсанды қымбілеті тұрыңыз қазір осы. Мұна рахмет. Бір тойда екі жар жоқ дейді. Мен батаны Мырзағалиға беремін. Аллахым осы бүгінгі тіленген айтып жатқан барлық жақсы ниеттерімізді қабыл еткей. Мінекей бүгінгі жайылған дастархан бұдан да кең болып жайыла бергей. Осы дастарханымыз әрдайым толы болғай. Осы барлықтарымыздың отбасымызда, ұл-қыздарымыздың, немерелеріміздің барлықтарында ырысқы несібелері мол, денсаулықтары зор, өмір жастары ұзақ болып, өмірде бақытты өмір сүруін нәсіп етіп, бізде барлықтарымыз солардың тойларын көріп жүрді, Алла нәсіп еткей. Әнеки бүгінгі той құтты болғай, өте жақсы өтті. Тамадаларда өнерлері өрлей берсін. Тамаданың ансамбльді, видеошы, барлығы олардың да ниеттіліктерімізді қабыл еткей, бұл кісілерді осындай жақсы күндерге жеткізе бергей. Кім бүгін тойға келген болса, барлықтарын қадамға құтты болсын. Ниеттіліктер болса қабыл етіп, Allah әрдайым өз қонағында сұрағай. Аллахымыз солай басар. Аллах акбар. Рахмет. Би қойып жіберіңіз, кетірейік, бір-екі би билейік. Everyone a perfect fine.
Charles